Республикалық бюджеттің алдағы 3 жылдық жоспары нақтыланды. Бұл медицина және ішкі істер органдары қызметкерлерінің жалақысын көбейтуге, еңбекақы төлеудегі теңгерімсіздікті жоюға, студенттердің стипендиясы мен талапкерлерге арналған білім гранттарының санын арттыруға мүмкіндік береді. Мәселен, ауыл ел бесігі жобасын іске асыру үшін 106 миллиард теңге қарастырылған. 3500-ден астам ауыл жаңғыртылады. Жұмыспен қамтудың жол картасы аясында 127 инфрақұрылымдық жоба қосымша қаржыланады. Сондай-ақ 5 мыңнан астам бизнес жобаға несие беріліп, 15 мыңға жуық жұмыс орны ашылады. 2022 жылы ұлттық қордан 550 миллиард теңге көлемінде мақсатты трансферт бөлінеді. Соны ескерсек, келесі жылы салық түсімдерінің көлемі бюджеттік міндеттемелерді орындауға жеткілікті болады. Біз осы жылда еліміздің экономика 2019 жылдың деңгейіне дейін қалыптастырады деп болжам жасадық. Сондықтан осындай динамика салық түсімдері болады деп болжануда. Егер 2019 жылмен салыстырсақ, салық түсімдер 101%-ді құрайды. Сондықтан болжам орындалатын болады деп есептейміз.